шумағын сұрап берсіңдер. Роботтарды байқасаңыз балалар. Қазір өлең шумақтарын құрай аламыз. Өлең шумақтарын құрай аламыз. Құралына байлығы бір жұтасың жоқ болар. Оқығанның байлығы күннен күнге тек көп болады. Тамаша. Балалар, еш жоқ болар. Еш жұтамас жоқ болар. Жақсы балалар. Сендердің оқыған өлеңдерің балалар қандай сөз бір түйінге келеді деп ойлайсыңдар? Мейірімділік. Мейірімділік немесе қайырымдылық. жақсы. Кәнекей, ендеше сонда сендер сол топқа барып отыра қалыңдар балалар. Кәнекей, отыра қалыңдар. Келесі топ оқи ғой. Шумақтарын құраңдар. Шырағым абай болғайды, ата енең жылайды. Баладан қайыр болмаса, балауын неге сұрайды? Жақсы. Қандай сөзге келіп тұр сендердің? Қайырымдылық деген мағынаға келіп тұрсын деп ойлайсыңдар, иә балалар? Жақсы. Онда сендер қайырымды жастар тобына барасыңдар. Келесі топ. Салма өлеңге. Жақсы. Үстін болып қайыры, бастасаңыз алалап, оқымаған жүреді, қараңғына қармалап. Тамаша. Сендердің балалар өлең шумақтарына қандай мазмұнға сайып тұр? Қандай сөз келеді ойларыңызға? Имандылық, өте жақсы. Онда сендер иманды жастар тобы боласыңдар. Сендер ортаға қарай жағалаңыз. Ортаға отырыңыз. Тез отырыңыз. Оқыңыз жылдам. Сиса көйлек үстіне тоқыменен табылған. Жақсы. Қандай тақырыпқа келіп тұр балалар? Еңбек тақырыбы. Онда сендер еңбекшіл жастар тобы болады екенсіңдер балалар. Отыра қалыңдар. Бұл Ыбырай атамыздың қай өлеңінен алынған балалар? Тамаша, кел балалар оқулық деген өлеңінен алынған екен. Шоу өлеңінде белгілі сұрақтармен тез-тез әр топқа мен 5 сұрақтан қойып өтемін. Балалар былай келісіп алайық, бер қараңдар. Алдарында әртүрлі қағаздар тұр, қима қағаздар тұр, плакат тұр. Оны боямайсыңдар, тиіспейсіңдер. Мен қай кезде айтамын, жазамыз балалар мына плакатқа деп. Сол кезде оған жазуларын жазасыңдар, тапсырманы. Түсінікті ме? Жақсы, келістік. Қазір балалар, сендерге белгілеген сұрақтар. Так, топ басшылары. Еңбекшіл жастар тобының топ басшысы Карина. Мына бағалау парағына тобымыздың мүшелерін жазып қойыңыздар. Так, Нұржамиля қайырымды жастар тобының бағалау парағын тауып алып, топ мүшеңізге жазып қойыңыз. Гүлнар, сен боласың, тамаша, сен бола қойып, тобыңды жаз, топ мүшелерін. Так, бізде Фариза, топ басшысы боласың, топ мүшелерді жазып қоя қой. Енді балалар, әр балаға сабақтың өн бойында жауап берген сайын топ басшылары ұпай қойып отырамыз, бір ұпайдан. Сабақ соңында қанша ұпай жиналғандығы туралы есеп бересіңдер. Қазір балалар, бірінші еңбекші жастар тобына сұрақ. Атымтай Жомарт кім? Атымтай Жомарт Баядан. Балалар, тайм-спикер, кешіріңіздер, тайм-спикер, әрбір топтан біреу тайм-спикер болсын, 1 минутта 5 сұраққа жауап беріп біту керексіңдер. Жақсы ма? Жанайын боласың ба тайм-спикер? Ал жақсы, кім тайм-спикер екінші топ? Жақсы, бар ма сіздерде? Тамаша, сіздерде бар ма? Дайынсыздар ма? Ал жақсы, 1 минут белгілеңіздер. Басынан Атымтай Жомарт кім? Баядан. Атымтай Жомарт бай бола тұра не үшін шөп тасып отын кеседі? Бірінші себебі? Ол өте қарапайым адам болғандықтан дұрыс. Үшінші сұрақ. Атымтай Жомарт образы шығыс халықтары фольклорында қай тарихи тұлғаға негізделген? Хатим ибн Абдаллах тарихи тұлғасына негізделген. Дұрыс. Жомарт сөзі қай тілден енген? Парсы тілінен енген. Жас жігіт деген. Жақсы. Соңғы сұрақ, көңілге жел кіру дегенді қалай түсінесің? Бір нәрсеге еліктеу. Жақсы. Енді ұпайларын қойып отырып жауап берген балаларға. Келесі, қайырымды жастар тобы. Қайырымды жастар тобына сұрақ балалар. Атымтай Жомарт жалаңашқа не берді? Киімдер. Біреуден жауап береміз. Келістік па? Өйткені топ басшысы кімге қоятынын білмей қалады, балалар? Шуламаймыз. Атымтай Жомарт бай бола тұра не үшін шөп тасып отын кеседі? Екінші себебі? Ол бай бола тұрып өзінің басқа халық жұмыс істемейтін жалқау кейбір адамдар не істесін деп дейді? Үлгі әдет
тамаша. Келесі, Хатим ибн Абдалла қай ғасырда өмір сүрген? 6 ғасырда өмір сүрген. Парсы тілінен жомарт деген сөздің мағынасы? Жас жігіт. Жақсы, тамаша. Әбірет алу дегенді қалай түсінесің? Әбірет алу дегенді? Тәлім алу, үлгі алу деп түсінесің. Өте тамаша. 1 минутта үлгердіңдер, иә? Тамаша, 1 минут уақытыңызды беріңіз, үлгеру керексіздер. 5 сұраққа жауап беріп. Келесі, Артынтай жомарт аш адамға не берді? Тамақ берді, тамаша. Артынтай жомарт бай бола тұра не үшін шөп шауып ағаш кеседі? Қарапайым және де 1-2 пұлға өзі жұмыс істеген, 1-2 пұлға нан алып жесе деген ойы. Жақсы. Еңбекпен тапқан нан тәтті. Сол үшін өзі бай бола тұра қайтеді? Еңбектенеді. Жақсы балалар. Келесі. Жомарт сөзінің синонимдерін ата. Сарам, қола. Синоним. Мағына. Синоним дегеніміз не? Синоним. Кім айтады? Мағынасы мәндес, жуық сөздерді. Синоним. Қайырымды. Жомарт. Мейірімді, қайырымдыдан ең жақын сөз бар, одан басқа қандай? Қолы ашық, ақ көңіл деген. Жақсы. Келесі сұрақ балалар. Кем-кетікке жәрдемге болып қойды, иә? Бір сұраққа жауап бере алмады бұл топ. Жақсы. Келесі топқа сұрақтар. Артынтай жомарт үйсіздерге не берді? Үй берді. Бір-бір деп жауап береміз балалар. Артынтай жомарт бай бола тұра не үшін шөп тасып отын кеседі? 4-ші себебі? Байдан қорқады, күнә бола ма деп, байлығымнан елге көмектеспесем бе деп. Жақсы. Артынтай жомарт әңгімесі әңгіменің қай түріне жатады? Хикаятты әңгіме түріне жатады. Дұрыс. Дәулет сөзінің мағынасын қалай түсінесің? Дәулет деген сөзді қалай түсінесің? Байлық. Дәулет деген ол байлық деген сөз. Жақсы ма балалар? Жақсы. Топ басшылары елдеп отырамыз балалар. Бір сурет, бір ой деген, балалар? Қараңдаршы. Қолыңызды көтеріп жауап берейікші. Не сурет келіп тұр? Гүлназ. Еңбек қор адам. Қазіргі замандың байлары және бұрынғы замандың байлары. Өте тамаша. Біз мына образда Артынтай жомарттың образы деп талдағанбыз, өткен сабақта. Ал мына екі образбен қашан таныстырмыз балалар? Бүгін ғана көріп тұрсыңдар, балалар? Ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты қандай болады деп ойлайсыңдар? Артынтай жомарт. Балалар, дұрыс айтасыңдар. Ендеше, қараң, дұрыс айтасыңдар. Қазіргі байлар. Біздің бүгінгі оқу мақсатымыз шығармадағы кейіпкер бейнесін анықтау, яғни Артынтай жомарттың барлық қандай бейнесі бар, сол мінездерін анықтайсыңдар. Және де кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалаймыз. Яғни бүгінгі заманғы байлар қалай көмектесе ма, олардың бейнесі қалай деген туралы өтетін болады екенбіз балалар. Жақсы. Қазір балалар осы мақсатта сендерге еңбекшіл жастар тобына балалар міне бір тезис 3 дәлел деген плакат берілді. Код талдауын жасаймыз. Балалар, жағы, әлгі жағы міндетті түрде сәндеп, әсемдеп, фломастерменен жазады екенбіз. Келесі фила кестесі білесіңдер, қалай жүргізу керек екен. Мынаны емес, біріншіге фломастермен жазғандар әдемі кестесі. Ал сендердің топтарына тапсырма ерекше болайын деп тұр. Сендер балалар Артынтай жомарт әңгімесі бойынша көрініс сендерге міне сақия деп қойдым. Қажет болса бастарына киесіңдер. Жақсы ма? Ал көріністі қалай сондайсыңдар Артынтай жомарт? Алып образдарға бөліп сөздерін айтасыңдар. Барлығын айтасыңдар. Кім не болады? Жақындасып, жақын балалар, тайм спикер ұмытып барам. 5 минутта үлгеру керекпіз. Беріңдер 5 минутты. 5
балалар, сендерде мына тапсырманы қалай орындау керектігі туралы қадамдар берілген, яғни жетістік критерийлер берілген. Ол сендерде парталардың үстінде жатыр барлығы. Сендер яғни силаны толтыру үшін қандай қадамдарды орындау керексіңдер? Барлық мүшелері атсалысып отырамыз. Жазамыз балалар. Biz aldымен осындай тезис алдық. Атымтай жомарт, адал, иманды, үлгілі адам дейді. Енді сендер не істейсіңдер? Осы адал екендігін, иманды екендігін, үлгілі екендігіне оқулықтан дәлел таптыңдар. Ал Иманды екендігіне осы дәлел дұрыс болады. Құдай тағаланың берген дәулетін өзім сіңіп, тиісті орнына жаратпай, өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын деген тіркес осы жерге дәлел. Тамаша. Адал, күн сайынғы билеті мен тапқан бір-екі тұлғаннан сатып алып жүрсем, бойыма сол тамақ болып жарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі сенімділігі болады екен. Жақсы. Оның адал екендігіне не дәлел? Өзі күн сайын еңбектеніп, басқа топ қазір бағалайсыңдар, тыңдаймыз. Өзінің күнделікті нанын бай бола тұра еңбектеніп табатындығы оның адалдығына дәлел екен. Жақсы. Үшіншісі, және де оның үлгілі адам екеніне осы дәлел дұрыс болады. Бар бола тұра мен еңбек қылсам, оның еш жамандығы жоқ екенін біліп, кейінгі әлбірет алсын деймін. Тамаша. Бар бола тұра мен еңбек қылсам, мұның еш жамандығы жоқ екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін деген, ол оның қай бейнесін ашып тұр, балалар? Үлгілі адам екендігін бейнесін ашып тұр.
Жақсы балалар, қанекей 3Ö әдісіменен қалыптастыру бағалап айтып жүрмдерші балалар. Нұржамил айталы, отырыңдар. Мына топты бағалап жүрші 3Ö әдісіменен. Ұнады. Ұтымды. Ұсыныстарың бар ма? Бар ма ұсыныстарың жоқ. Тамаша 3Ö әдісіменен бағаларыңдар. Ана жерге магнит тақтаға іліп қойыңдар. Жақсы балалар. Рахмет. Келесі топ қайсысы қайсысыңдар? Жақсы. Жоғарыдағы емес. Так, тыңдап отырамыз қалған топ. Қазір бағалауға дайын отырыңдар. Қалыптастырушы бағалауға. Ал несі, жетістігі қайсы, кемшілігі қайсы, түгеліне сараптама жасап отырамыз. Кейбір адамдар басынуы мүмкін. Әлсіз жағы дейді, я шаршайды. Соң кейін тағы бір сөз жазып қойсыздар, оққан жоқсың. Қарапайымдылығы деп жазасыздар ма? Байлығы көрсетпейді. Қарапайым кішіпейді. Қарапайым кішіпейілдігі оның әлсіз жағы деп ойлайды, дұрыс. Ол мүмкіндіктер. Халық атында жомартқа еліктеп, еңбектенуі мүмкін. Еңбекке баулиды. Еңбекке бүкіл халықты баулиды, ол мүмкіндігі тамаша. Қауіп қатер. Атындай жомарт кедей болып қалуы мүмкін. Халық бір адамға сеніп қалады. Халық жалқау болып кетуі мүмкін. Жомарттығының салдарынан ол өзі не істеуі мүмкін дейсіңдер сонда? Халық жалқау. Өз байлығынан айырылып қалуы мүмкін дейсіңдер. Тамаша, қанекей Гүлназдың тобы 3С әдісіменен бағалап жүріңдерші. 3С әдісіменен. 3С әдісіменен бағалап жүріңдер. Я 3С. Сәтті. Сенімді. Сындарлы сын жоқ. Тамаша, жақсы. Лейік балалар ана жерге отырыңдар. Келесі топ шығар. Білімді жастар тобы. Қапел әдісін берді. Бізде Ф әріпі ол керек. Ағашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Әріпі ол пікір. И әріпі пікір. Халық жұмыссыздықтың, кедейліктің салдарынан зардап шегіп отырды. Сол себепті Атынтай жомарт бол ашық, мейірімді болғандықтан еліне жомарт мәрттік мінез көрсетті. Сұрақ. Бірінші, кедейлікпен қалай күресу керек? Екінші, халыққа күн көріскен көзі жұмыс қайдан табу керек? Халыққа жұмыс көзін қайдан табу керек? Жақсы. Жаслан, арқаңмен тұрма. Айналысу керек. Екіншілік өнерден сақтап керек. Өнімді қажеттікті азаттау керек. Осы жоспар іске асса халық бай болады. Тамаша, балалар, бұл топ бізге нақты деректі ашқан, және де осы дерекке байланысты өздерінің өз пікірлерін білдірген, және де бұл туындаған деректі жоюға байланысты өздері сұрақтар қойған, және де осы жұмыссыздықты, кедейлікті жою үшін өздері іс-әрекет жоспарын құрған екен. Дұрыс, өте тамаша, дұрыс құрылған. Кейбір жерлерін өздерің жазғандарыңды қате оқып тұрсыңдар, кішкене сасқалақтау, тағы басқалары бар.
жерлеш 3 әдісіменен. Құнды, қызықты, қиын. Қиын тапсырмалары қиын болды, Бірақ өте қызықты, құнды шықты. орындап шықты, иә, үлгерді, тамаша, жақсы оқыңдар. Келесі топқа, иманды жастар тобына бізде көрініс, сахналау көрінісі берілген болатын. Осы Артынтай Жомарт әңгімесі жайлы. Иә. Кім Артынтай Жомарт? Ал жақсы. Жомарт, сіз осыншама бай бола тұрып, неге жұмыс істеп, орнытасып жұмыс істейсіз? Балам, оның 4 себебі бар. Оның бірінші себебі қалай? Бірінші себебі әдемі киім, асқақ дәулетті көңіліме жеткізеді. Сол үшін қарапайым болып жүремін. Енді түсіндім. Жомарт, екінші себебі неде? Оның екінші себебі мен бай бола тұрып, еңбек еткенім кемшілік емес, кейінгілер әбілет алсын деймін. Енді түсіндім. Жомарт, ал үшінші себебі қалай? Үшінші себебі Тыңдаймыз. мен күн сайын еңбек етіп, еңбекпен тапқан наным тәтті болады. Сол үшін еңбек етемін. Енді түсіндім, рахмет. Төртінші себебі қандай? Оның төртінші себебі мен алладан қорыққандықтан халықпен мына байлығын бермегендіктен күнәлі болармын ба деп қорқамын. Енді түсіндім, дұрыс айтасыз. Жақсы. Балалар, кәнекей сендер 3D әдісіменен қалыптастырушы. Қайтып айтқан жоқ? 3D әдісімен. Тыңдаймыз. Ұнады ма? Ол бізге ұнады. Ол Дұрыс. Ол өте дұрыс. Рөлдерді дәлелді ойнады, сұрақтарын жақсы. Және де дәл тапты. Дәл тапты. Бірақ та рөлдерді сомдауда қайтты балалар. Кішкене сәл бір дұрыстық дүдәмәлік болды. Дұрыс айтасың, өте тамаша. Сәл дүдәмәлік болған екен. Жақсы, отырыңдар. Иманды жастар тобы, отырыңдар балалар. Қазір балалар, енді осы Артынтай Жомарттың жомарттығы туралы көп айтып жатырмыз, иә біз? Артынтай Жомарт сияқты балалар, жас, сондай бай адамдар айналамызда бар деп ойлайсыңдар ма? Бар, иә балалар? Ендеше қазір сендер мынадай бір видеороликті тамашалап жүріңдер балалар. Біздің түлегі балалар, Арман Машимов деген біздің мектебіміздің түлегі туралы айтылған. Бұл адам балалар, өзі мына сендер біздің мектебіміздің жанындағы футбол алаңы бар ғой. Сол алаңды өз қаражатына осы мектепке салып берген екен. Сондықтан да өзі жас болса да бүгінгі күнде Артынтай Жомарт сияқты қамқорлық жасап жүрген байлар бар ма екен балалар? Өте бар екен, иә? Сонымен қатар сендер мына Рубикқа келіп қатысасыңдар ғой, мектепке міне бізде Фариза қатысады, иә, Жандос келіп қатысып жүреді. Осы жаңағы үйірменің де ұйымдастырушысы, жаңағы қаражат жағынан қамтамасыз ететін осы біздің мектебіміздің түлегі, аты жөні кім екен балалар? Арман Машимов деген түлегіміз екен. Жақсы балалар. Енді қазір балалар, сендер әдебиет дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жазыңдар. Желтоқсанның 11-і сынып жұмысы. Дәптерімізді ашайық. Дәптерімізді ашайық балалар. Ашып қойыңдар ма? Балалар, осы жерде мен сендерге түсінікті болу үшін үй тапсырмасын айта кетейін. Жаңағы Арман Машимовты көрдіңдер ғой, иә балалар? Осы сияқты балалар, сендер үйден
бүгінгі күннің атындай жомарты деген тақырыпта эссе жазып келеміз. Күнделіктерге белгілеп алуларына болады. Жаңағы демеушілік көрсетіп жүрген тағы да басқадай жомарт, мәрт адамдар туралы не жазып келеміз? Эссе жазып келеміз. Жақсы балалар. Енді қазір жазып алсаңдар, үй тапсырмасын. Енді бері қараймыз балалар. Бүгінгі күнмен тақырыпты жазып қойыңдар да. Балалар, сендердің жомарт адам тек қана бай адам бола ма сонда? Жоқ, жомарт адам тағы да қандай жағынан жомарт болуы мүмкін? Мысалы, бір бала бір нәрсені ұмытып кетеді, біздің арамызда да сондай адамдар бар. Бір затын ұмытып кетеді де, бір бала оған өзінің ручкасын, дәптерін береді. Соны жомарт деп. Дұрыс, өте. Кейбір бала аяншақ сараң болса, ол қайтеді оны? Бермесе, ал кейбір адам жомарт болса, ол бере салады екен. Ол сыныпта, ал енді үйлерімізде жомарт адамдар бар ма сендердің? Жақсы бала. Ендеше қазір дәптерlerіңе бүгінгі күнді тапсырманы жазып қойсаңдар, мен үшін ең жомарт адам деген бір 3 минутта тайм спикер уақыт белгілеңдер. 3 минутта бір 4-5 сөйлемнен тұратын еркін жазу әңгімесін жазыңдар. Мен үшін ең жомарт адам. Уақыт белгіледік па? 3 минут. Болды бала, қаламыз қоямыз. Кәнекей, енді балалар, кім бір топтан, бір баладан сұрақ шығайды, балалар? Карина, кім оқысын тобына? Кім оқысы керек? Ал оқымыз. Даусымыз шығарып, әдемілеп оқимыз. Мен үшін ең жомарт адам, ол менің әжем. Ол маған дәмді тамақ пісіреді. Сондықтан мен тоқ жүремін. Сондай-ақ мен әжеме еркелеймін. Апам жұмыстан келген соң маған тәттілер сатып береді. Мейрамдарға сыйлықсыз бармайды. Мен әжемді қатты жақсы көремін. Тамаша, өте тамаша. Карина оқысын. Нұржамила, кім оқиды тобынан? Кімнің жұмысын ұсынуын береді? Динардың оқиды. Мен үшін ең жомарт адам Сол басшылары белгілеп сөйлеуге дайындалып отыр. апайым маған қолдан бар үшін аямай береді. Менің апайым мейірімді, ақылды, қамқоршы. Апайым мен үшін бәріне қосылуға дайынды. Мен апайымды өте қатты жақсы көремін. Жақсы, апайы жомарт адам екен, ең жомарт. Гүлназ тобынан кім жұмысын ұсынады? Ажардың жұмысын тыңдайық. Ең жомарт адам Ажар үшін кім екен? Ол әкем. Ол кісі маған не сұрасам алып береді. Мысалы, сабаққа керек заттар сұрасам алып береді. Мен әкеме ризамын. Осындай әкеме қатты жақсы көремін. Тамаша. Қалыптасты от шашумен бағалап беріңдер.
басшылары бағаларын дайындай беріңдер. Жарқын. Мен үшін ең жомарт адам ол анам. Маған анам ештеңесін аямайды. Менің анам маған мейірімін береді. Мені қорғайды. Алып бер десем алып береді. Ештеңені аямай береді. Ана ең жанашыр, ең қамқор, ең мейірімді жан. Ана біз бала үшін өлімге де барады. Ана ең қымбат адам. Өте дұрыс айтасың. Жақсы балалар. Топ басшылары топ мүшелеріне сараптама беріңдер. Жылдам топ басшысы топ мүшелеріне Нұржамиля бастай қой. Кім неше ұпай алды, соны ғана айт, қысқа. Ақжол неше ұпай алды? Тез айтамын. Сабақ бойына неше ұпай қойдың Ақжолға? 5 ұпай қойды. Я Арманға неше ұпай қойдың? 4 ұпай алды. Динаше тез етеміз. 6 ұпай. Айдина? Айдина көп қатыспайды, 7 ұпай алды ма? Қай жерде алады? Жақсы, жарайды, тамаша. Гүлназ, топ мүшеңе балдарын айта қойсын, тынышталамыз. Мен Ажарға 5 балл қойдым. Жақсы. Ол үй жұмысын да орындады, және де өзінің сағатын да дұрыс қойып. Тамаша, ең төмен ұпай кім алды? Жасұлан мен Асанәлі. Тамаша, ең жоғары ұпай кім алды? Фариза. Ең жоғары ұпай. Жарқын алды. Ең төмен кім алып қалды? Жарайды, бәріне бірдей. Балалар, қазір мен сендерге мен бір сұрақ қойып шығайын. Балалар. Жанайым, сіз үшін бүгінгі сабақтағы ең маңызды ақпарат. Ол бізді Карина, сіз үшін ең маңызды ақпарат сабақта не болды? Артындай жомарт Сұрақша маңызды болды. Нұржамиля, сіз үшін ең маңызды Арман, сізге ұнамай қалған өте тамаша, негізгі мақсатты қорытындылап тұрсыз, өте тамаша.